Мгм. Басқа телефоннан шықтым. Кішкене адамдар енді менің білімім өзімде бар, білем, бірақ сіздерге үнім жетсін деп отырмын. Сондықтан егер даусым шығып жатса, даусым естіліп жатса, сіздерге үнім жетіп жатса, плюс белгісін қойсаңыздар. Даусым естіліп жатыр ма? Даусым бар ма, құрметті оқырмандар? Даусым бар дейді. Тыңдау мүмкін емес, қатып жатыр дейді. Бар дейді. Хорошо. Жарайды. Ары қарай жалғастырайық. Бар екен. Яғни осы жерде айтылатын дүние, яғни біз карантиннің тұсында, білмеймін енді ана эфир сақталды ма екен, сақталмады ма екен, басқа телефоннан шығып, оны да сақтауға тырыстым. Осы карантиннің тұсында менің айтқаным, біз өзімізден қашып кететін болсақ, онда міндетті түрде мен егер өзімнен қаша алмаймын ғой, бұл тек иллюзия. Яғни мен өзімді тастап кетемін осы жерде. Әйтпесе я изменяю себе, яғни мен көзіме шөп салам өзімнің. Түсініп отырсыз ба? Бұдан бөлек, егер де мен қашып кететін сондай сублимация сияқты дүниелер болатын болса, бұл бір жағдай. Екінші жағдайы, балалық шағымызда, әйтпесе жалпы осы өткен өмірімізде біз сезімдер үшін яғни осы өмірде біз сезімдерімізден қандай да бір сезімдерімізге қатысты ұрыс, сезімдерімізге қатысты қиындықтар, сезімдерімізге қатысты түрлі дүниелерді көретін болсақ, онда осы сезімдерден біздің бас сауғалап қашуға, әйтпесе осы сезімдерді табалауға, әйтпесе осы сезімдермен күресуге біздің ресурстарымыз арналуы мүмкін. Яғни, қараңызшы, мысалы үшін, Нұргүл өмірге келді делік. Осы өмірде оған берілген дүние жалпы сезімдері арқылы жеткізу, үні арқылы жеткізу, өзінің бар екендігі арқылы жеткізу. Егер осы тұста қандай да бір кедергілер болатын болса, яғни мен жыласам, үнің өшсін, как там, өшірсін, сондай бір сөздер бар ғой. Сондай дүниелер болатын болса, әйтпесе менің айтқан сөзім үшін қандай да бір жаза болатын болса, осындай дүниелер болатын болса, мен либо сезімнен бас тартам, либо сезіммен күресіп өтем, либо сезімдерді сублимацияға ұшыратып жіберем, яғни басқа бір заттарды жасап алам. Вот. Осындай дүниемен кездесеміз. Соның ішіндегі ең сорақысы сезімдермен күресу. Сезімдерді табалап, оны басу. Менде бір мысалы үшін клиент болды. Ең алдында жұмыс жасаған кезде, жұмыс жасап отырамыз, осылай онлайн жұмыс жасап отырамыз. Мен бірнеше рет күттім мысалы үшін ол қызды да. Вот кәдімгі сезімдер келе ма? Қасында бір мынандай суал болады. Бір сезім бірдеңе болған кезде деп ішіп алады. Бірдеңе бола ма? Тарс еткізіп су ішіп алады.
осылай отырады. Яғни бейсаналы басқадай болсын, жан деңгейінде осы сезімдерді басып тастауға әбден үйренген, дағдыға айналып кеткен. Осындай дүниелер біздің өзімізден алыстауымызға келіп соғады. Бұнымен қоса өзімізден алыстау былай тұрсын, біз өзімізден кетеміз, өзімізді ұрамыз, өзімізді соғамыз, өзімізді табалаймыз. Қалайша? Яғни менің, мысалы үшін қараңызшы, алдыңызда Нұргүл отыр. Нұргүлдің бойында қорқыныш сезімі пайда болсын делік. Да? Осы Нұргүлдің бойында қорқыныш сезім пайда болып тұрса, мен қашып кеттім. Бұл иллюзия. Мен қашып кете алмаймын ғой. Осы жерде қорқыныш осы жерде қалып кетті. Әйтпесе, мен Нұргүл қорықпайды, отыр тыныш, одан да ештеңе шықпайды. Әйтпесе, қорыққаным үшін тұр орныңнан деп жексем, өзіммен бороться етсем, онда мен өзім үнемі арпалысып жүрмін. Табалап, желкелеп, шашымнан тартып, осылай жұмысқа алып барып солай жасайтын болсам, ондай болса мен өз-өзіме зомбылық көрсетем. Яғни бұл қашу, сублимация, тағы басқадан алатын зиян, түсетін салдар алдымен одан мен зардап шегем. Түсініп отырсыз ба? Бұдан бөлек осындай өзіме деген қарсылық, өзіме деген зорлық, зомбылық, өзіммен алысу, өзімді сезімдерімді жою деген өзімді жоюға мен барлық ресурстарымды арнаймын. Оған қоса мен осыған өмірімді арнаймын. Бұл не деген? Мысал үшін, менің осы өмірге өмір сүру үшін келдім ғой. Ал отырып алып менің бар білетінім өзіммен күресу, өзімнен қашу, өзімді табалау, өзімді желкелеу, өзімді жұлқылау. Осыған мен берілген бір өмір беріледі, осының бәрін осыған арнаймын. Міне сондықтан да осындай дүниелермен қазір адам кездесіп отыр. Себебі егерде біз бұрын базарға қашып кете алатын болсақ, осы ойын-сауық орталықтарына қашып кете алатын болсақ, жұмысқа қашып кете алатын болсақ, тағы басқа дүниелер болатын болсақ, қазір осы кухняда мен өзім қалып, өзіммен кездесуге мәжбүрмін. Бұл жерде енді мен ақыл кеңес беруге қарсы маманмын. Бар айтарым, егер өзіңізбен кездескен уақытта осынша мысал үшін айтайықшы, осы таңертең болған жұмыс жасаған қыздың жасы 30-дан асқан. 30 жыл бойы өзін төпелеп, өзін қашып, әйтпесе өзін төпелетіп келген жан деңгейінде мысал үшін. Ал енді өзімен кездескенде қуаныш болады деп отырсыз ба? Қуаныш болмайды. Ешқандай қуаныш болмайды. Неліктен? Себебі оның жан деңгейінде 30 жыл бойы сүрілмеген өмірмен, 30 жыл бойы сол тепкі болып келген жан үшін өкініш жатыр. Сүрілмеген өмір былай тұрсын, оған менің қатынасым бар ғой. Өкініш жатады. Осындай кезде мынау коучинг, тағы басқа дүниелер, Айнұрдың да жасап отырған дүниелері. Осындай дүниелер жалпы адамды өзіне қаратуға алып келеді. Өзіңізге қараңыз дейді. Ал егерде өзіңізге қараған кезде жарақат болып тұрса, мысал үшін терапевт бүйрекке операция жасау керек болатын болса, онда оны деген терапевт емдейді, оны хирургтарға жібереді. Тура сол сияқты осындай жағдайлар, яғни жан деңгейінде де болады. Жан деңгейінде де мысал үшін психогигиена сақталмай, жан деңгейінде
мойындалмай осындай түрлі қиын жағдайлар болатын болса, ол психосоматикалық аурулар болуы мүмкін, тағы басқа дүниелер болуы мүмкін. Яғни осы тереңдеген дүние болатын болса, психолог болсын, коуч болсын, ол мамандарға жіберуге міндетті. Психотерапевт мамандарға. Әйтпесе түрлі саладағы, мысалы үшін психолог мамандар бар. Олар да осы терапиялық жұмыспен айналысуы мүмкін. Міне, яғни осы жерде айтқымыз келіп отырғаны осы жағдай. Сонымен қатар мен осы тікелей эфирге шыққан кезде қанның тазалығы туралы да көп нәрсені айттым. Қанның тазалығы біздің мен қазір ойлап отырмын, өзімнің қатынасымды түзген жоқпын. Қанның тазалығы біз үшін қазір сор болып тұр ма? Жоқ әлде біздің басымызға біткен бақ болып тұр ма? Мен баяғыда басқа біткен бақ деп айтатын болсам, қазір осы сіздердің араларыңыздағы көптеген клиенттерді көре отырып, осы кей жағдайда сорау деп отырмын. Неліктен? Себебі осындай зорлық, зомбылық жасауға, осындай жаман қатынастарға біз төзе аламыз, төзіп жүре береміз. Төзіп жүргеніміз бұлай, өзім төзе аламын деп мамандарға бармаймыз. Түсінесіз бе, осы жан деңгейіндегі төзімділігіміз, шыдамдылығымыз соншалықты. Бірақ та осы тұста мен айтып кететін дүнием, сіз жалпы осы өмірді төзуге, шыдауға, өзіңізден қашуға, өзіңізді табалауға, соған арнауыңыз қажет па? Осындай міндетті түрде осындай сұрақ қойылу керек. Осындай сұрақ қойылған кезде сіз жоқ деп жауап берсеңіз, онда міндетті түрде психотерапевттің кеңесіне жазылыңыз. Бұл жерде менің айтқым келіп отырғаны, сіздің жаныңыз, сіздің тәніңіз, жалпы сіздің өзіңіз осы жерге өмір сүруге келдіңіз. Өте бір жақсы сөз бар. Ата-ана дейді, бізге өмір береді дейді. Ал бірақ сол өмірді қолымызға алу әр адамның өзінің қолында. Жарайды делік. Берілді өмір. Басында сондай зорлық, зомбылық болды. Тағы басқа дүние болды. Біздің ата-аналарымыз, мысалы үшін, білімді емес. Кеңестік кезде түрлі жағдайлар болды. Осындай жағдайлар болыпты. Бірақ та сол жағдайларды қайта қарастырып, өз өміріңізді өз қолыңызға алып, осы өміріңізбен айналысуды, оны маманға жүгінген жөн. Яғни сіз жүрегіңізге, құлағыңызға операция, көрініп тұрған жерге операция жасамайсыз ғой. Сондықтан да маманға міндетті түрде барыңыз. Шын мәнінде, мысалы үшін, егер сіздің үйіңізге бір зат алғыңыз келіп тұрса, 1 миллион әйтпесе қаншама мыңға. Бұл заттың маңыздылығын емес, өз жаныңыздан қашып, әйтеуір бірдеңе жасағыңыз келіп тұрғанын білдіруі мүмкін. Жаныңызға қатысты, мысалы үшін, ештеңе жасай алмасаңыз, затқа қатысты бірдеңе жасай аласыз ғой. Соны жасағыңыз келіп тұруы мүмкін. Мен, мысалы үшін, психотерапевт ретінде ешқашан, мысалы үшін, бай болайын, өйтейін деген адамдармен мен жұмыс істеп көрмеппін. Одан зорын айтайын. Маған бір келіншек. 7 құрсақ көтерген, оның ішінде 2 баласы қайтқан. Келгенде енді мына жерден бастап, мына жерге бәрі алтын. Өзінен көп шығар салмағы сол алтын. Біз жарты жылда жұмыс жасағаннан кейін байқай бастадым. Құлағында бір сырғамен келеді. Бір сырғамен келеді. Ештеңе тақпайды. Сосын айттым, сізге не болды, сіз алтындарыңызды тақпай жүрсіз ғой. Сөйтсем айтады, бұрын осы алтындармен защищаться етіппін дейді. Осы алтынның астында көміліп жатыппын дейді. Ал менің жаным бар екен дейді. Менің өмірімнің мәні осы темір болыпты дейді. Ал мына жақта дейді,
жаным тұншығып жатыр екен дейді. Осындай жағдайлар болады. Сондықтан бұл психотерапия деген дүние сізді барлығыңызды бір байытып, ондай материалдық тұрғыдағы ғана мәселелерді шешпейді. Бұл сондай жан, рухани дүниеде, мысалы үшін Абай айтқан ғой. Адам екі түрлі білсем, көрсем деген дүниемен туады деп. Жан деңгейінде және тән деңгейінде деп. Бұл психотерапия деген сол жан деңгейінде біздің тұрып, өсіп жетілуіміз. Осы жөнінде, осы төңірегінде сіздің дамуыңызға ықпал етеді. Осы, сонымен бірге сұрақтарыңыз болса, так, менде қазір 10 минуттай уақытым бар да. Так, мына жерде бір жақсы сұрақ болды. Төзімділік пе екен, әлде білместік пе екен дейді. Жанар, өте жақсы сұрақ қойыпсыз. Мен өзім сүйіп оқитын, жақсы көріп оқитын Ролло Мэйдің «Сила и наивность» деген өзінің кітабы бар да. Жалпы ол кісінің айтуы бойынша зорлық, зомбылықтың артында білместік жатады. Зорлық, зомбылықтың артында уже білместік жатады. Яғни көп адамдар зорлық, зомбылықты жасаған кезде бұл бір жасайын деп, мысалы үшін ешқандай мен алдыма келген бір ата-ананы көрмедім, баласын ұрғысы келе ұратын. Өзіне шыдай алмай, бойды игере алмай ұрады. Өзінде өзі жоқ болғаннан кейін. Көбінесе білместік арқылы ұрады. Яғни өте көп жағдайда, мысалы үшін, өзіңізге деген зорлық, зомбылықтың астарында білместік те жатуы мүмкін. Алайда, бұл қазіргі таңда осы 21 ғасырда білместік дегенмен мен негізі көп келсе қоймаймын. Неліктен? Себебі қазір қараңызшы, мысалы үшін, қанша 100-ден астам адам осы жерде отыр ғой. Ауылға дейін интернет бар, басқа да интернет бар. Яғни белгілі бір мүмкіндік берілген. Іздесеңіздер, қарасаңыздар бар. Біздің Астананың өзінде, мысалы үшін, әрине гештальт направлениесі жақсы дамыған, психотерапевттер өте көп. Басқа қалаларды білмеймін, мысалы үшін. Енді менің білетінім Қазақстанда осы психология саласында егер дамымаған бір сала болатын болса, ол сот психологиясы дамымаған. Мүлдем дамымаған сот психологиясы. Осыған қатысты мен айта аламын. Сот психологы жоқ бізде. Ал басқа психологияның, осы психотерапияның салаларында болу керек. Сондықтан егерде адам өзіне өзі шыдай беретін болса, бұл көбінесе білместік емес. Бұл өзінен көбінесе төзімділікті көрсетуі мүмкін. Так, қандай да бір сұрақ. Мен осы жерде лекция оқудан басқа құдай ештеңе жасамаймын. Сізден жеке консультация алуға болады ма? Әрине, болады. Директке жазыңыз. Сұрақ қоймайсыздар, лекция тыңдап отырасыздар. Жасым 42-де, жолдасым ол қыздарым бар. Бізбен бірге ағам уақытша тұрады. Үлкен қызым 19-да, ағам жақтырмайды. Екеуінің ортасында жүрмін. Ағам менің жұмысымды жасап жүреді дейді. Қаламқас, сіздің жалпы қазір. Я, Ләйлатай. Ләйла, мен жұмыс істеп жатырмын. Срочно ма? Просто когда освободишься. Хорошо. Я соны қойып қой. Кепсін. Жақсы көке. Жарайды. Жіберем бәрін. Кешіріңіздер. Жарайды. Қаламқас, кешірім өтінем. Сізден сұрайын деген. Сіз осы өмірде неге лайықсыз? Бұл Қаламқасқа емес, бәріңізге сұрақ. Сіз неге лайықсыз? Неге бұлай сұрап отыр? Осы жерге әлем сізге мені
сұрақ қойсын, тыңдасын деп беріп отыр. Сұрақ қойдыңыз ба? Бәріңізге түсінікті болу үшін оқиын. Саламатсыз ба? Жасым 42-де. Жолдасым ұл қыздарым бар. Бізбен бірге ағам уақытша тұрады. Үлкен қызым 19-да, ағамды жақтырмайды. Екеуінің ортасында жүрмін. Ағам менің жұмысымды жасап жүреді. Сұрақ қайда? Сұрақ бар ма? Не сұрағыңыз келіп тұр? Не үніңізді әлемге жеткізгіңіз келіп тұр? Бұл нені білдіреді? Бұл қарым-қатынас деңгейінде бұзылысты білдіреді. Мен осы жерде 1 сағат сіз үшін отырмын ғой. Осы жерде сіз сұрақ қойып, соған жауап беру үшін отырмын. Ал сіз сұрақты қоймағансыз. Содан кейін мен мысал үшін оған жауап бере алмаймын. Яғни осы әлемнің сізге ұсынып отырғанынан сіз өз дегеніңізді ала алмадыңыз. Бұндай дүние өте көп болады. Көптеген келіп жатқан адамдардың өзі, мысал үшін сол запросы дейді, сұрағына жету үшін жарты сағат жұмыс істейміз. Яғни әлемге деген өкпе бар, бермейді деген. Әлемнің беріп тұрғанын кейде түсінбейміз. Сіз мысал үшін осы жерде бір сұрақ қойсаңыз, мен жауап берем ғой соған. Жоқ әлде сіз сұрақ қоюға дағдыланбадыңыз ба? Сұрақ қоюға сіздің құқыңыз болды ма? Мысал үшін, анашым, мынау не? Әкешім, бұлай жасамашы, әйтпесе мынаны түсіндірші, мынаны берші. Екі әлеміңізге осылай жасауға сіздің мүмкіндігіңіз болды ма? Яғни осыны саралап қараңыздар. Так, қандай сұрақ бар? Сәттілік тілеймін дейді. Рахмет. Сұрақтар қойылмапты. Аяқ жағын көрейін. Олда. Не болып кетті мына? Менің туған сіңліммен ара қатынасым шамалы, кейде сөйлесеміз, кейде сөйлеспейміз. Мына жерде де сұрақ жоқ. Ол да мен де ажырасқан, екеуміз ата-анамызбен тұрамыз дейді. Сұрақ қоюды үйреніп келіңіздерші. Кешіру үшін не істейміз дейді. Мен негізі психоаналитикалық ілімде болмағандықтан кешіру дегенмен кешіру дегенді қолданбаймын. Неліктен? Себебі менің түсінетін ілімімде мойындау деген дүние бар. Ақыл Құдай жақ дейді да, мысалы үшін. Сол сияқты мойындау деген бар. Егер мені ата-анам, әйтпесе жарайды анам делік. Анам демей қойыншы, жарайды енді менің ағам делік. Ағам мені әйтпесе көшедегі жүрген бір мұғалім делік. 5 жасымда мен сабалап ұрсын делік. Осы жерімде қалып кетті. Содан кейін 35-ке келіп әдемі болып осы жерде өз қолым өз аузыма жетіп, осыдан мен құтылайын, ана мұғалімді кешірейін десем, бұл нені білдіреді? 5 жастағы Нұргүлді табалаумен, аяқпен мылжуды білдіреді. 5 жастағы Нұргүлден аттап өтуді білдіреді. Сондықтан да менің қолымнан келетін дүние болған істің мән жайын мойындау. Мені 5 жасымда осындай адам мақұлықтық іс әрекет жасап ұрыпты. Осы 5 жасымда мен бейкүнә сәби кезімде осындай қиындықты басымнан өткеріппін. Осындай сезімдер болыпты мойнымда. Осындай бойымды жайлапты.
содан бері қарай өмірім осындай өзгеріпті. Осы туралы жылау алдымен. Осы туралы мойындау. Ақ пен қараның жігін ажырату, ара жікті ажырату деген бар. Осы 5 жасар қыздың үні шығады. Сол жерді емдеген кезде іріңдеп тұрған жерді кәдімгі емдеп дәрі жағу, перевязка жасау. Сол дүние біткеннен кейін менің қатынасым сол мұғалімге түзелуі мүмкін. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан кешірім дегенмен бұл экзистенциалдық саладағы өмір мен өлім мәселесімен көбірек айналысатын салада кешірім деген дүние болмайды. Бұл кешірмеу керек деген дүние емес. Біз көп нәрсені мойындау арқылы білеміз. Мойындау арқылы жүзеге асырамыз. Сондықтан да осы мойындау бізге көбірек қажет деп ойлаймын. Так, бірнеше минут қалды. Бала тәрбиесіне қатысты келесі аптада шығам. Так, тағы бір сұраққа жауап берейін. Содан кейін келесі кездескенше. Так, айналамдағы адамдардың көзқарасын қалай қабылдауға болады? Айналамдағы адамдардың көзқарасын қабылдау үшін мен өзім болуым керек. Егер мына жерде мысал үшін ешкім болмаса, әйтпесе мен құр кеуде болатын болсам, мен сол айналамдағы айтылған дүниелерді көтере алмайтын жағдайда болсам, яғни айналада біреу айтқанда мен бүйтіп қарап отырсам, қорқып, онда әрине бұл сіздің айналадағы адамнан жасыңыздың төмендігі ме, әлде сіздің көтере алу қабілетіңіздің төмендігі ме, сондай бір дүниелерді көрсетуі мүмкін. Оны жеке кездесуде анықтаймыз. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жалпы адам өзі айтқан кезде үнемі өзінен хабар береді. Жалпы психология ілімінде проекция деген дүние бар. Менде мысал үшін бір клиент болды, сол клиент айтатын. Мен кәдімгі жеңі ашық, осында киініп отырсам, тоңып отырмын дейді мысал үшін. Содан кейін жайлап сұрадым. Қалың киінген. Сіз неге тоңып отырсыз? Мына жер суық па? Сөйтсе маған айтады. Сізді көріп тоңып отырмын дейді. Мені неге көріп тоңып отырсыз? Білмеймін, сіз жеңіл киініп алғансыз. Мен жалпы говорить, жан-жағымда осындай жеңіл киінген адамдарды көрсем, үстеріне бірдеңе жапқым келіп тұрады. Үстеріне қалың кигізгім келіп тұрады. Осылай келіп, әңгіменің соңында кімге жылулық жетіспейтінін анықтадық. Өзіне жылулық жетіспейді екен. Бірақ өзіне жылулық жетіспейтіндігін білмейді. Әйтпесе мойындамайды. Басқаға жасаған көзге көрінеді ғой. Сондықтан басқаға жасай береді. Сондықтан да айналаңыздағы адамдар бір нәрсені айтқан кезде көбінесе ол сізге қатысты болмауы мүмкін. Біріншіден ол адамның өзіне қатысты болуы мүмкін. Ол адам сіздің ішіңізді, сізді қайдан білсін? Өзін танымай білмей жүр. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.